10-шы орын бізде жалпы айттық қой, біз жаңа тағы да айтайын. 28 әріп 17 орын. 17 орын, нешінші орын болады? Ро әріп бізде 10-шы орын. Ро әріп мақражын айтады болса, тілін алдығы бөлігі, мен соның тұсындағы нун әріппен мақражын жақын қызыл ектен дыбысталады дейді. Яғни нунға жақын. Жаңа нунды өттік қой біз. Лям, нун, ро. Үші де жақын бір-біріне орналасқан. Мына күрек түске жақын таңдайын. Орысша айтқанда, по-моему, десна деп айтады да, соны, я не знаю, по-моему, солай сияқты. Күрек түске жақын таңдайды орналасқан. Енді біз жаңа ро әріп ең көп сипат ең көп ро әріпте екен ғой. Ро әріпте. Значит, ол не айтып тұр? Ол сал күрделі әріп. Негізі Құранда біз айн деп айтамыз ғой. Негізгі дот әріп күрделі, және роды көп қате кетеді. Айн ол ақыр шығады адамды жұмыс жасау, Құран оқу арқылы. А вот роны даже мен сізге айтайын, толық Құран жаттаған кезде де адамдар қандай қате жасайды? Такрирде қате кетіп қалуы мүмкін. Негізі роны басынан бастап дұрыс үйреніп алған жақсы. Деп кетіп қалады. Бисмиллахир-рахманир-рахим, салуал аср дейді. Анда деп кетіп қалады. Сол үшін оны сразу біз сипатмен үйреніп шығамыз қазір. Бірінші сипат ол жахыр. Жахыр деген не ол бізде? Жария. Екінші сипаты ол бізде бания. Қазір оны бәрін по порядку айтып тастаймыз, да? Бания. Үшінші сипаты ол бізде истифаля. Және ол бізде төртінші сипаты ол бізде инфитах. Осы төрт сипат негізі әр әріпте осы төрт қарама-қайшылық сипат болады. Жахр немесе хамз, бания, рахуа немесе шадид, истифаля немесе истигла, инфитах немесе итпақ. Міндетті түрде әр әріпте ол нәрсе болады. Осы төрт сипат кетті ма, қарама-қайшылық сифат олар. Противоположный, ақ, қара, ұзын, қысқа деген секілді. А енді қарама-қайшылығы жоқ сипат ол бізде жаңа айтқандай ол инхироф, ауытқу. Инхироф, одан кейін не ол? Алтыншы сипат такрир. Такрир. Мен сізге байқасаңыз, андай ғылыми тұрғысынан түсіндіріп атқан жоқпын. Простым языком, қарапайым тілмен. Енді қараңыз, жахыр. Мына түсінейік. Мына алайық қолды. Ауа керек пе? Нет, не надо. Тамақ дірілдей ма? Апа, сіз таған жоқсыз. Қалай айтып отырсыз? Сіз астамай тұрып, айта алмайсыз, апа. Никогда адамны айтқанды қайталамаңыз. А может, я ошибаюсь. Сами проверяйте сол үшін. Дірілдей ма? Ауа керек емес. Қос ешек жабылды ма? Жабылды, болды. Ол бізде жахыр. Енді қараңыз, мысалы, дәл тә әріпті тағы да есіне түсейікші. Әд. Түншықтыңыз, әд. Түншықтыңыз. Әл. Ек қапталымен кетті. Түншығы жатсы. Мақраш вроде тип тұр да тіл бізде. Тип тұр ма? Түншығы болып атыр ма? Жоқ. Себебі біз жаңа айттық қой, біз мына таңдай болса, лям ек қапталмен шығып кетті дыбыс. Рода не істейді? Ортасынан кетеді екен ғой. Міне көрдіңіз ба? Ортасынан кетеді. Егер біз мына бания дұрыстаса, мына инхироф деген дұрыс болады, ортасына түсіп кетеді. Одан кейін такриріміз дұрыс болады. Такрир деген қайталу. Қай кезде мынандай болмайды? Неге бізде такрирде проблема болады адамдарды? Қара қазір айтайын сізге. Мынаны до конца егер жапсақ, мына ортасын ашпай. Жауып көрейікші? Не болды? Давайте посередке не открывайте, апа. Уже не болды? Қайталу. А ортасын ашып қойсақ? Тұр ма? Тұр. Вибрация рұқсат бар. Вибрация. Дірілдеу бар бойында. Неге дірілдеу бар? За счет узкого прохода дейді. Шығатын орын өте жіңішке болғандықтан, ол болады мынау нәрсе. Міне, дірілдеу.
сәл мынандай дірілдемейді енді. Бірақ не болмайды? Болмайды. Сосын ро әріпті көбінесе английский ұқсатады. Это значит, сіз махраж былай қарай кетіп қалыңыз. Алло, жоқ. Эрро. Одан кейін ол истифалі. Негізі табиғи ро истифалі. 8 кезде жуан болады. 4 кезде жіңішке болады. 2 кезде жуан, ойнамалы болады да, енді на усмотрение дейді да. Одан кейін қараңыз, ро жуан ғой, ри жіңішке. Ойнамалы ма? Негізі табиғи ол истифалі. Инфитах. Қысымы бар ма тілін алды бөлігі? Жоқ, значит, ол инфитах. Инхироф. Жаңа айттық қой біз. Лямның әл екі жақта ауытқу болды ма? Енді қараңыз, жаңа айттық қой біз. Су ағып жатыр. Тас алда тұрса, екі қалыпты алмай кетеді оған. Міне су ағып келатыр, екі жақтан нән тас қойып қойсам, су қайқа түсіп кетеді? Ортасына, вот инхироф осы жерде ауытқу ортасына қарай кетті. Одан кейін такрир, жаңа айтқанда вибрация бар, бірақ қайталу жоқ. Нельзя. Түсіндік па? Жаңа тағы да айтып кетем енді. Жахыр, жария, бания, ортасына ашық. Истифали ма? Истифали. Инфита қысым бар ма? Жоқ. Инхироф па? Ауытқу бар ма? Бар, болды. Такрир ма? Бар, дірілдей ма? Бар, бірақ қайталу болмайды. Сонымен неше сипат? 6 сипат бар. 4 қарама-қайшылық сипат, 2 қарама-қайшылық жоқ сипат болып келеді. Баршаңызға пайдалы болсын.